Облыстық Сарыарқа телеарнасының Саржалау кинотеатрымен бірлескен тәуелсіздік ұрпақтары жобасы жалғасуда. Біздің кейіпкерлеріміз егемендігіміздің дамуына үлесін қосып жүрген белсенді жастар. Айталығы Жезқазған тарихи археологиялық музейінің қызметкері Еркебұлан Камалиев өскелең ұрпақ арасында үш тілді білудің маңызын және латын әліпбиіне көшу бастамасының игілігін түсіндіріп жүр. Тәуелсіздік ұрпағымен әріптесім Айзада Оразханқызы тілдесіп қайтты. Алып мүйіз тұмсықтың табан сүйегін бөлігі өзіміздің мына тұрған Жәйрем кентіне табылған. Осы алып мүйіз тұмсықтың жаңа табан сүйегін бөлігі тіпті қасына осы соны Алматыдағы табиғат музейінің директоры Пируза Тілеубердина деген кісі қызығып, осы жәдігердің көшірмесін жасауға арнайы 2 қызметкерін жіберіп, ол кісілер 10-12 күн осы музейде болып, осы керемет жәдігердің көшірмесін жасап алып кетті. Жәйрем кентінен табылған алып мүйіз тұмсықтың қаңқасы Еркебұлан Камалиевтің сүйікті жәдігерме деп қалдым. Бізге осы экспонат жайлы ұзақ әңгімеледі. Жезқазған тарихи археологиялық музейінде жұмыс істеген 8 жылда тәуелсіздік ұрпағы Қара шаңырақтағы әр жәдігер жайлы толық мәліметті біліп алған. Түсірілім барысында біз оның мамандығына деген ерекше қызығушылығын сезіндік. Оның тасыған жігерінен шабыттанбау мүмкін емес. Жезқазған тарихи археологиялық музейі құнды жәдігерлерге бай. Мұнда келушілер назарына 53 мыңға жуық экспонат ұсынылады. Соның ішінде сіздерге көрсеткім кеп тұрғаны мынау сүйкімді құрал капаушка деп аталады. Қоладан арнайы қалыпқа құйылған бұл кәдімгі құлақ тазалағыш. 10-12 ғасырларда біздің ата-бабаларымыз осындай құлақ тазалағышты пайдаланған екен. Еркебұлан Егінбайұлы жаста болса Жезді өңірдің мәдениетін дамытуға үлес қосуда. Музейдің бастамасымен жарық көрген көп ұлтты Жезқазған 25 жетістік тарихы кітабын құрастырушылардың бірі. 3 тілді жетік білудің өскелең ұрпаққа берер игілігі жайлы мақалалары түрлі байқауларда жүлделі орындарды иеленген. Қазір латын әліпбиі төңірегінде көп ізденіп жүр. Рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасы бар ғой. Соның аясында латын негізді әліпбиге көп баса назар аударуымыз керек дейді. Мен өзім осы бағытта ерекше ден қойдым. Осы қалалық сайыстарда бірнеше рет латын негізді әліпбиге байланысты жарыстар, неше түрлі конкурстар өткен болатын. Соның бәрінде осы музей тарапынан, басшылық тарапынан мені ылғи осы сайыстарға өкілеп қосады. Осыған дейін қатысқан бірнеше сайыстың жаңағы қанжыға майланбай келген жоқ. Осының бәрі бір жаңағы латын негізді әліпбидің дамытуға қосқан үлесін деп ойлаймын. Жезді өңірдің жері рудаға қалай бай болса, тарихы да елеулі оқиғалармен мақтан алады. Бұған музейде көрсетілген жәдігерлер дәлел. Өткенімізге лайық құрмет көрсетпей, келешегімізді дамыту мүмкін емес. Жастардың мәдени сауатын ашуға, тарихқа қызығушылығын оятуға септігін тигізіп жүрген Еркебұлан Егінбайұлы осылай дейді. Айзада Оразханқызы, Нұрбол Әментұлы, Зарина Зұлпухар, Сарыарқа жаңалықтары, Жезқазған қаласынан.